Қазіргі жастардың ажырасатын себебі жаңағы балаларды үйде дұрыс тәрбиелемейміз ата-аналар. Ажырасудың тоқтауы ол оңай. Қыз балалар тұрмысқа шыға салады да, мен сенің мамаңды бақпаймын, папаңды бақпаймын, мен саған служанка емеспін деп қаша жөнеледі ғой. Даже великий Сократтың өзі я ничего не знаю деген ғой. Теледидарда дұрыс передачалар көрсетілсе дұрыс болатын еді адамдарға. Ондай айғай-шу емес. Ер адамдарға кішкене көніккенде әйел адамның өзі үшін бақыт. Біздің арнаны қолдап, бізге тіркеліп, подписаться батырмасымен қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін тырысамыз. Қазіргі жастардың ажырасатын себебі жаңағы балаларды үйде дұрыс тәрбиелемейміз ата-аналар. Тек қана потребитель қылып өсіріп жатырмыз. Сабағыңды оқы, тамағыңды іш, жат, телефонда отырады. Содан кейін енді ол бала жаңа қоғамға шығып, семья құрған кезде өзіне керегін ол екінші адамнан сұрап тұрады. Оның қасында тұрып жатқан адам ол да эгоист. Ол да үйінде солай өскен бала. Өзіне керегін ғана біліп өскен бала. Ата-анасы оны солай өсірген. Содан кейін екі эгоист қосылғаннан кейін не болады? Екеуі біріне бір ұрса береді, айғайлай береді де екеуі екі жаққа кетіп қалады. Өйткені ұл қыздан требовать етеді, қыз ұлдан требовать етеді. Содан кейін ажырасып кетеді. Негізінде бұл қоғамда ажырасудың көптігі жетпегендіктен емес, өте мейірімсіздіктен және де эгоизмнен бірі үшін өмір сүре алмайды. Баяғы кездегі мысалы өзіміздің әке-шешелеріміз, ата-бабаларымызды қарайтын болсақ, ол кісілер бірі үшін өмір сүре алған. Бала болғаннан кейін бала үшін, туған туысын жағдай үшін барлығы өмір сүрген. Мына қарабасқа адам айналған сайын қарабастың мына қалай айтсақ болады, жаңа керекті нәрсесі тоймайды қарабасы еш нәрсеге. Анау керек, анау болса мынау керек, мынау болса мынау керек, енді мынау керек. Содан кейін қазіргі жастардың көбі тек қана жаман жағын ғана көріп қалады да, айтып үйренген. Соцсетқа шығарып жібереді, телевидениеға шығарып жібереді. Барлық жерде айғай-шуды көрсетеді. Соның бәрі мына жастарымызға негізінде тәрбие. Сол үшін дұрыс теледидарда дұрыс передачалар көрсетілсе дұрыс болатын еді адамдарға. Ондай айғай-шу емес, дұрыс тәрбиелі, тәлімді, жаңағы оқыған, тоқыған, дұрыс жұмыс істейтін еңбекқор адамдарды көрсету керек. Сонда қоғам солай қарай бұрылады. Қазір қоғамға не көрсетіп жатырмыз? Ән менен биді ғана көрсетіп жатырмыз, тойды көрсетіп жатырмыз, басқа ештеңе көріп жатқан жоқ. Күнделікті той, күнделікті бимен адам өмір сүре алмайды. Өйткені мына күнделікті өмір бар. Ол тойдан бөлек, ол барлық нәрседен бөлек. Ажырасудың тоқтауы ол оңай. Бір-бірі үшін өмір сүре білуді үйрету. Одан кейін өте қызды да, ұлды да, мысалы, мейірімді қылып үйрету. Қыз баланың негізінде табиғаты өте нәзіктік, ол айғайлау емес. Және де өмір мына қыз баланың көргендігіне бәрін қойған. Қыз бала өзінің еріне қалай қарайды, ері тура сондай адам болып шығады, сол қыз үшін. Көбінесе мысалы аналары ұл балаларды өте қатты жақсы көріп, жаңағындай және де жұмсап, тәрбиелеп, жауапкершілікті үйреткен балаларды қарасаңыздар, өте жақсы балалар шығады сондай ата-ананың балаларынан. Ал бар әрине ата-аналар өте қатты жақсы көреді, бірақ та соқыр махаббат дейді ғой. Ештеңе жасатып үйретпейді, жауапкершілікті үйретпейді. Ол өте осы қоғамда қиын жағдай болып тұрған қазіргі сол нәрсе болып жатыр. Сондықтан мына адамдарға үйрету керек. Адамдар жоқтықтан ажыраспайды. Бәрі бар. Ешкім тамағы аш жүрген жоқ. Тамақ аш болса, осынша ресторан, осыншама тамақ жейтін орындар ашылмайтын еді. Барлық тамақты сатып ішкісі келеді. Үйде жасалған тамақта береке бар екенін білмейді. Содан басталады ажырасу. Сонда ыңғи, анау да жоқ, мынау да жоқ, ыңғи тек қана демалып жүре беруді ғана ойлағандықтан барлығы ажыраса береді. Еңбек сіңу керек адамның бір-біріне. Ұл баланың еңбегі әйеліне сіңу керек, әйелінің еңбегі еріне сіңу керек. Оған уақыт керек. Сол уақытты ешкім тосқысы келмейді. Бәрі бірімен бірі бүгін міне тез-тез, бүгін әкел, ертең әкел, онда бір күні мен кеттім деп қарап тұрады. Осыны міне ата-аналар үйретсе балаларына. Екі жас үйленген кезде ең бірінші қыз баланы мысалы алмай тұрып ата-аналарымен танысады ғой, сол кезде келісу керек қыз баламенен. Мысалы біздің үйге келген кезде ата-енені бағады. Өйткені мысалы көбінесе
қыз балалар тұрмысқа шыға салады да, мен сенің мамаңды бақпаймын, папаңды бақпаймын, мен саған служанка емеспін деп қаша жөнеледі ғой. Сондықтан айтады ғой, қайықты, кемені судан өткізіп алмай тұрып, жағада келісіп алу керек, қыз баламенен келісу керек. Содан оның бәрін ашық айтылу керек. Бізде ашық айтылады тек қана той, жаңағы love story, сондай нәрселер ғана айтылады да, содан кейін ол той біткеннен кейін бәрі қызық жабылады. Одан кейін мына бітті ешкім көтере алмайды. Екі жаққа қашып жүретін содан. Сондықтан бүт тойға дейін мысалы келсесің ба, ұлға да айтып отыру керек, қызға да айтып отыру керек, қандай адамға тұрмысқа шығу керек екен. Сонда негізінде мен өзімнің енді мына көп адамдармен жұмыс істеп қарап шығарған нәрсе мынандай. Әкесі мен шешесін сыйлаған бала негізінде жақсы бала болады. Қоғамға пайдасын тигізе алатын бала да жақсы бала болады. Ал енді тек қара басын ойлаған адамдар өте кішкене енді қиындау. Оларға біраз үйрену керек, өмірдің ережелеріне үйрену керек. Кішкене мойынсыну керек, ақыл тыңдап үйрену керек. Содан кейін өзім білем деген нәрсе өте оңай емес нәрсе. Даже великий Сократтың өзі я ничего не знаю деген ғой. Көрдіңіз, великий адамдардың өзі. Өйткені үйренетін нәрсеміз өмірде өте көп. Қазіргі жастар Западтың психологиясын біліп алған. Бір-бірінен тек қана требование. Сен былай істеуің керек, сен былай істеуің керексің деп жаңағы требование айтады да, сол требованияға ер адамдар шыдамайды, сөйтіп ажырасып жатады. Қаншама семья, қаншама бала, былай қарасаңыздар, тірі жетім жүр. Қазақта бұл ешбір заманда болмаған нәрсе қазіргі кезеңде болып жатыр, өкінішке орай. Бақытты болу деген екеуі бірімен бірі әңгімелесе алуы, денсаулықтарының жақсы болуы, екеуі бірге отырып шеше алуы, екеуінің көз қарастары бір жаққа қарай қарауы. Біреу бір жаққа, біреу бір жаққа тартпау керек. Бір жаққа қарап, бірдеңені келісіп шешу керек. Міне ең бақытты семья сол. Сөйтіп бірге келісіп жүріп, жаңағы балаларында тәрбиелейді. Негізінде мына енді әйел адамдар маған әрине ренжімесін, өзімді әйелмін ғой, айта кетейін. Әйел адамның басында ақиқат тігілмей туылады. Ер адамға ақиқат тігіліп туылады. Сондықтан мына ер адамдардың көбі дұрыс, негізінде дұрыс тәрбиелесен, тәрбиесінен ғана оғаштық кетуі мүмкін. Бірақ ол баланың өзіне де кейін бір дұрыс адам алдына шақырып айтатын болса, ол балада тез дұрысталады, ер адамдарда. Ал сонда мына әйел адам негізінде дұрыс болу үшін, дана болу үшін, ер адамға сәл тыңдап, енді біз өте тез асығамыз ғой. Сәл тыңдап, сәл уақыт беріп ойлануға, 1-2 күн болсын, 1 апта болсын, уақыт беріп, ер адаммен келісіп шешетін болса, әйел адамда ісі де бәрі де оңынан жүреді. Ал егер асығыспен шешетін болса, міне тура қазіргі заман болып жатыр. Балаларда тәрбие жоқ, дүние бәрі бар. Мошенник деген өте көп. Қазір өздеріңіз оны көріп отырсыздар. Бірінің атынан бірі кредит алып, бірін алдап кетіп жатқан адамдар. Ал негізінде әйел адам дұрыс тәрбиелейтін болса, өте дана балаларды шығара алады. Бірақ ерінмен ақылдаса отырып істеген нәрсенің бәрінде қайыр бар. Ал ақылдаспай өз басымен шешетін болса, ол қателікке апарады. Өйткені әйел адам мына комфортты жақсы көреміз біз. Сол комфортпен ғана шеше береді барлық нәрсені. Дүние олай емес. Дүниенің заңдылығы, мысалы тылсым дүние дейді, ол бар. Ол дүние бар. Ол дүниенің заңдылығына біз көніп, сол заңдылықты ұстай алып отырып шешуіміз керек. Сондықтан ер адамдарға кішкене көніккенде әйел адамның өзі үшін бақыт